Асқазан ауырғанда дәріханаға жүгіресіз бе? Ал егер үйіңізде-ақ ем болатын табиғи тәсілдер бар екенін білсеңізше. Бүгін біз сізге асқазан ауруына қарсы көмектесетін ең тиімді 10 лайфхакты ашып береміз. Соңына дейін көріңіз. 10-шы кеңес тіпті дәрігерлердің өздерін таңғалдырған. Бірінші, жылы су ішу. Асқазанның ең жақсы дозасы. Әрине, таңертең аш қарынға 1 стакан жылы су ішсеңіз, асқазан сөлін жұмсартады, тітіркенуді азайтады. Бұл әдіс асқазан қыжылын ауырлықты азайтады. Екінші, кішкентай порциямен жиі тамақтану. Көп жемеу ең қарапайым, бірақ ең мықты лайфхак. 3 рет емес, 5-6 рет аз-аздан жеу асқазанға түсетін салмақты азайтады. Үшінші, бал мен жылы су табиғи қалыпты келтіруші. 1 шай қасық балды жылы суға араластырып таңертең аш қарынға ішіңіз. Бұл асқазанның шырышты қабатын қорғайды, қыжылды басады. Төртінші, айран мен табиғи йогурт микрофлораны қалпына келтіреді. Күніне 1 стакан айран асқазан микрофлорасын жақсартады, ас қорытуды жеңілдетеді. Асқазан қабынуы мен гастрит кезінде өте пайдалы. Бесінші, зімбір шайы. Қабынуға қарсы күш. Зімбір асқазан қабынуын басады, газ бен ауырлықтан құтқарады. 1 шай қасық үгітілген зімбірді қайнап тұрған суға салып 10 минут демдеп ішу жеткілікті. Алтыншы, көк алма немесе банан табиғи қышқылды теңестіреді. Бос асқазанға көк алма жеу асқазан қышқылын реттейді. Банан болса асқазан қабырғасын қорғап ауырсынуды жеңілдетеді. Жетінші, ромашка шайы табиғи тыныштандырғыш. Ромашка шайы қабынуды басып, асқазан бұлшық еттерін тыныштандырады. Асқазан ауруы, спазм, ауырсыну кезінде 1-2 шыны ішсеңіз жеңілдеп қаласыз. 8-ші, тамақтан кейін бірден жатпау ең жиі жіберілетін қателік. Асқазан толық жұмыс істеп үлгермейді, қыжыл мен ауырлық күшейеді. Жатқанша 30-40 минут серуендеп тік жүріңіз. 9-ші, стрессті азайту. Асқазанның ең жақсы емі. Асқазан ауруларының 70% стресс пен уайымнан басталады. Күн сайын тыныс алу жаттығуларын жасап, эмоцияны бақылауда ұстаңыз. 10-шы, майлы, ащы, қышқылды тағамнан уақытша бас тарту. Егер асқазаныңыз жиі мазаласа, осындай тағамдардан 2 апта демалыс беріңіз. Асқазан қабырғасы қалпына келіп, өздігінен жазыла бастайды. Көрдіңіз бе? Асқазан ауруын тек дәрімен емес, қарапайым үй әдістерімен-ақ жеңуге болады. Ең бастысы өмір салтыңызды өзгерту. Ал егер сізде жиі ауырсыну болса, міндетті түрде дәрігерге көрініңіз. Денсаулық бәрінен қымбат. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып қойыңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын.